Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Рая. Менің ПП каналыма қош келдіңіздер, қыздар. Бүгін сіздерге творожный рогаликінің рецептімен бөлісемін. Егер үйіңізде желінбей қалып қойған творог болатын болса, онда міндетті түрде менің рецептімен осы творожный рогаликиді жасап көріңіздер. Бізге ең алдымен 200 грамм творог қажет болады. Және ерітілген сары май саламыз. Сары май 82%-дан төмен болмауы қажет. Және тәтті болу үшін аздап сахар заменитель немесе бал салсаңыздар болады. Және жақсылап осыны вилкамен немесе қасықпен езіп жақсылап араластырып аламыз. Ал енді мен глютенсіз күріш ұнын салдым. Сіздер кез келген ұнды салсаңыздар да болады. Және көтеріліп жұп-жұмсақ болып пісу үшін қопсытқыш, яғни раздражитель саламыз да қолымызбен немесе қасықпен осындай жұп-жұмсақ қамыр илейміз. Қыздар, қамырымыз осындай жұп-жұмсақ, қолға жабыспайтындай болып шығады. Аздап осылай ұн сеуіп аламыз да қамырымызды домалақтап жайып аламыз. Ал қыздар, енді жайылған қамырымызды бірдей бөлшектерге кесіп аламыз. Қыздар, қамырымызды глютенсіз күріш ұнынан илеген себепті қамырымыз өте жұп-жұмсақ, нәзік болып шығады. Осылай қолымызбен рогаликімізді осылай орап шығамыз. Қыздар, салмасын салсаңыздар да болады. Өз қалауларыңызша әртүрлі салма салсаңыздар болады. Бананды тіліп салсаңыздар да өте дәмді шығады, қыздар. Мен ешқандай салма салмай осылай өзін пісіріп алатын боламын. Өзінде осылай салмасыз пісірсеңіздер өте тәтті шығады, қыздар. Ал қыздар, енді дайын болған рогаликімізді осылай противеньге салып шығамыз. Қыздар, жұмыртқа жағу қажет емес. Бетіне жұмыртқа жақпай-ақ, қамырына жұмыртқа қоспай-ақ өте дәмді шығады, қыздар. 180 градуста 20-30 минут пісіріп аламыз. Мінекей осылай қызарып, әдемі болып шығады, қыздар. Жұмсақ болып шығады. Қыздар, міндетті түрде балаларыңызға осындай творогпен рогалики жасап көріңіздер. Құрамында творог бар екенін байқамай да қалады. Ақуызға өте бай, өте пайдалы, қыздар. Міндетті түрде менің ПП каналыма тіркеліп алыңыздар. Міндетті түрде менің рецептімен осы ПП, яғни творожный рогаликиді жасап отбасыларыңызға ұсыныңыздар. Егер жасап жатсаңыздар, аз болсын, міндетті түрде нәтижесімен комментарийде бөлісіңіздер. Егер менің парақшама тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде менің парақшама тіркеліп алыңыздар. Сау болыңыздар.